Бәріңізге қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге айерке. Бүгін бізде интрадей алтын бір күн таймфрейммен қарайтын болсаңыздар, контекст бойынша боковикті көрсетіп тұр. 4 сағаттық таймфреймде то же самое, яғни біз рейндждің ішінде жүрміз. Но рейндждің жоғарғы границасында бізде снятие бар. Яғни и астында ликвидность, мына жерді қарасаңдар, мынаның барлығы компрессионный ликвидность болып саналады. Одан кейін бүгін бізде нон фарм, осыны ұмытпаңыздар. То есть нон фарм күні барынша абай болып сделка ашқан дұрыс. Одан кейін келесі бізде 15 минуттық таймфрейм. 15 минуттық таймфреймнен қарайтын болсаңыздар, бізде мына жерде контрактный зона 3998 менен 3994-тің арасы болып саналады. 98 менен 94-тің арасы контрактный зона. Яғни баға осы жерге келетін болса, былайынан 98 бен 94-тен подтверждение слом, снятие, либо бағыт шығарып берсе, біз лонгқа қарастырсақ болады до ПДХ-ға дейін, яғни 4020-ға дейін қарастырсақ болады. Егер дағы баға осы жерден ниже закрепление беретін болса, яғни 3998 бен 3994-тен өтіп кетіп, ниже закрепление беретін болса, ол кезде бізде толығымен мына астыңғы ликвидностьтар снимать етуге барады. Яғни мына ПДЛ бірінші стейк ретінде қарастыруға болады 3964-ті. Одан кейін уже аяқтағы рейндждің минимумы, яғни previous weekly лоуға дейін баруы мүмкін. Неге? Себебі бізде бүгін нон-фарм өте үлкен движение жүретін болады после новости. Бізде ключевой, яғни шешуші рөл ойнайтын зона осы 98 бенен 94-тің арасы болып саналады. Яғни осы жерде контракттар орналасқан. Баға выше закрепление берсе лонгқа қарайсыздар, ниже закрепление берсе шортқа қарайсыздар. Потому что контексттің өзі бүгін боковикті көрсетіп тұр. Яғни контекст прям лонг деген нәрсе жоқ, либо шорт деген жоқ. Яғни контексттің өзі боковик. Видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын.